Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін ерекше болып шығатын лаваштан осындай өте хрустящий болып шығатын чипсыйлар жасайтын боламыз. Балдарыңызға жасап көріңіздер, өте әдемі болып шығады. Ал менімен бірге болыңыздар. Бірінші осындай лавашымызды алып аламыз да, ортасынан кесіп, барлығын бір келкі қылып кесіп алатын боламыз лаваштарымызды. Осылай ортасынан кесіп алсаңыздар, кейін бізге кесуімізге өте ыңғайлы болады. Одан кейін осылай ұзынша етіп кесіп аламыз және осылайынан барлығын кесіп алып, дәл осы кесілгендерімізді одан кейін жайып шығатын боламыз. Арасын ашып, осылайынан бір-бірінің үстіне қойып, осылай бұны да жақсылап отырып, төртбұрыш қылып кестім мен. Сіздер үшбұрыш қылып кессеңіздер де болады. Мен төртбұрыш қылып кесіп алдым. Осылайынан барлығын жақсылап отырып, төртбұрыш қылып кесіп алатын боламыз. Кесілген лаваштарымыздың бәрін ортаға қойып, араларын ашып алатын боламыз. Осылайынан ашып алып, ыдысымызға салып қоятын боламыз. Енді соусын жасайтын боламыз. Оливковый маслоға кез келген приправаларыңызды қоссаңыз болады. Мен мынандай роллдың түрін қостым. Осыдан 2 ас қасық қостым. Сіздер басқа приправаларды да істесеңіздер болады. Жақсылап отырып, бір-бірінен осылайынан ажыратып алатын боламыз. Іртік болып қалмау керек біздің приправаларымыз. Бізде соусымыз дайын болып қалды. Мінекей өте әдемі соус болды. Енді жаңа кесілген лаваштарымыздың үстінен осылайынан құямыз да, жақсылап отырып, бұларды араластырып алатын боламыз. Бір-біріне сіңу керек бәндегі біздің соусымыз. Ешқандай жері қалып кетпеу керек. Одан кейін духовкамызды 180 градусқа қыздып қоямыз да, осы лаваштарымызды үстінен осылайынан араластырып алып, противенімізге жұқа қылып жайып шығатын боламыз. Осы аралықта біздің пешіміз дайын болып тұр. Бұл тез піседі, 5 минутта дайын болатын чипсыйлардың бірі. Осылайынан барлығын салып алып, қызарғанша 180 градуста духовкада пісіріп алатын боламыз. Өте әдемі шығады, балаларыңыз қуанатын болады. Істеп беріңіздер, кеңес беремін. Қараңыздаршы, біздің чипсыйларымыз дайын. Бізге ас болсын, өте тамаша болып шықты. Кездескенше сау болыңыздар.